Hello everyone, let's start our English lesson. Our theme is my day. Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің күнім. Okay, look at this picture and please tell me, what does he do? Ол не істейді? He goes to the gym. Ол спортзалға барады. He goes to bed. Ол ұйықтауға барады. He rides his bike. Ол велосипедпен жүреді. Okay, open your pupil's book on page 72, exercise 22. You should listen, read, then match. Okay, now listen. Hi, I'm Jake, and this is my day. I get up at 7:15 every morning and have breakfast. Then I go to school. I usually ride my bike to school. In the afternoon, I always do my homework. Then, at 5:30, I go to the gym with my dad. At 7:30 in the evening, I have dinner with my family. Then I sometimes watch TV or listen to music. I go to bed at 9:15. That's my day, and it's always a happy one. Okay. Hi, I'm Jake. Сәлем, мен Джейкпін. Және бұл менің күн тәртібім, яғни менің күнделікті күн тәртібім. At 7:15. Балалар, қалай ойлаймыз? 7:15 деген бізде бұл қандай уақыт? 7:15. Мен таңертең 7:15-те тұрамын, одан кейін таңғы асымды ішемін. Кейін мектепке барамын. Мен әдетте мектепке велосипедпен барамын. Түстен кейін мен үнемі үй жұмысымды орындаймын. Содан соң 5:30. Бұл бізде қандай уақыт? 5:30. 5:30-та. Кейін 5:30-та мен әкеммен бірге спортзалға барамын. 7:30. 7:30. Кешке 7:30-та біз отбасымызбен бірге кешкі асты ішеміз. Кейін мен телевизор көремін, музыка тыңдаймын. 9:15. Бұл бізде қандай уақыт? 9:15-те. 9:15-те мен ұйықтауға барамын. Бұл менің күнделікті күн тәртібім. Okay, good. So, now you can see here. You should complete the sentences with and or but. Балалар, and және but сөзін аудара аламыз ба? So, we use and to add information. Яғни мәліметтерді бір-біріне қосу барысында біз and және деген сөзді қолданамыз. We use but to contrast information. Қарама-қарсы тұрған сөйлемдер бір-біріне қарама-қарсы тұрған жағдайда біз осы but деген сөзді қолданамыз. But деген бірақ деп аударылады. For example, the first, I get up at 7 and have breakfast. Мен таңертең 7-те тұрамын және таңғы асымды ішемін. Next, this is Ulan and this is his sister. Бұл Ulan және бұл оның әпкесі. Next, Dana likes baseball and ice hockey. Дана бейсбол мен шайбалы хоккейді жақсы көреді. Next, Берік likes badminton, but he doesn't play it. Берік бадминтонды жақсы көреді, бірақ ол онымен ойнай алмайды. Next, we want to play football, but we haven't got a ball. Біз футбол ойнағымыз келеді, бірақ біздің допымыз жоқ. Let's go home and have lunch. Үйге барып, түскі ас жеуге барайық және түскі ас ішейік. Okay, good job. So, you can see this text. I get up at 7 o'clock in the morning. Мен таңертең сағат 7-де тұрамын. I go to the bathroom and then I have breakfast. Мен жуыну бөлмесіне барамын, одан кейін таңғы асымды ішемін. I go to school at 8 o'clock. Мен мектепке сағат 8-де барамын. We have 4 or 5 lessons. Біз 4 және немесе 5 сабақ
бізде күнде 4 немесе 5 сабақ болады. Одан кейін біз түскі асымызды ішеміз. I come home at 1 o'clock. Мен үйге сағат 1-де келемін. I meet my friends and play games. Мен достарыммен кездесемін және ойнаймыз. Then at 7 o'clock it's time for dinner. Кейін сағат 7-нің кезі бұл бізде кешкі ас уақыты. In the evening I watch TV or read a book. Кешке мен телевизор көремін немесе кітап оқимын. At 11 o'clock I have a shower and go to bed. Балалар, мына мәтінді жаттап алайық. Келесі сабақта бұны мен ауызша сұраймын. Біз өзіміздің күн тәртібіміз туралы міндетті түрде білуіміз қажет. Осыны міндетті түрде жаттап алайық. Дәптерге жазамыз. Next. Біз өткен сабақта балалар Green Day туралы өткенбіз. Do you remember the dialogue between friends about Green Day? Балалар, өткен сабақта өткен достар арасындағы диалог есімізде ме? Сол диалог бізде Green Day туралы болған. Green Day is a day when people help our planet. Жасыл күн дегеніміз, яғни адамдар ғаламшарымызға көмек беретін күн. So your home task in your activity book, page 51, exercise 8. Балалар, үй жұмысы жұмыс кітабындегі 51-ші беттегі 8-ші тапсырма. Here you should look and write. Мұнда бізде сағаттар көрсетілген, яғни ең алдымен бізде үстінде жазылып тұрған сөздерді мен қазір белгілеймін. Мына сөздерді жазамыз адам аттарынан кейін уақытқа қарап уақытты жазамыз. So our lesson is over. Goodbye.